Ресейлік жаттықтырушы Станислав Черчесов футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болып тағайындалды. Ол отандасы Магомед Адиевті алмастырды. Черчесовтың бапкерлік қызметтегі ең үлкен жетістігі Ресей құрамасымен байланысты. 2018 жылы әлем чемпионатында орыстар ширек финалға дейін жетті. Ал Таиландта бокстан лицензиялық турнир аяқталды. Астана командасының футболшылары ерекше балалардың басын қосып, шеберлік сабағын өткізді. Қайырымдылық акциясын сауап тобы қоры ұйымдастырды. Халықаралық балаларды қорғау күні аясында өткен іс-шарада жеткіншектер кәсіби ойыншылармен бірге доп тепті. Тарлан аренадағы футбол мерекесі балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ойын соңында жеткіншектерге Астана футболшыларының қолтаңбасы қойылған доптар сыйға тартылды. Мынау ерекше балаларға мотивация беріп, мынау сау балаларды көріп, бұлар өмірге деген құлшынысын ояту үшін жасалынып жатқан шара. Әрбір бала бұл елдің болашағы. Сол себепті біз өзіміздің азаматтық позициямызды қарап қалмай, осы мерекеге үлес қосып отырмыз. Елена Рыбакина Ролан Гаррос турнирінің ширек финалына шықты. Қазақстандық теннисші бүгін украиналық Элина Свитолинадан басым түсті. Есеп 6-4, 6-3. Рыбакина жартылай финал жолдамасын ертең италиялық Жасмин Паолинимен сарапқа салады.